Сәлем достар, біз бүгін осындай балды әрі дәмді торт жасайтын боламыз. Біз бұл қоспаларымызды пешке ысыта отырып араластырамыз. Қантымызға медімізді құйып араластырамыз және маргаринді салып ерітеміз. 2 шай қасық содаға лимон шырынын құйып араластырып қосамыз және жарты шай қасық тұз саламыз, 4 жұмыртқаны қосамыз. Ұнымызды сүзгіштен өткізе отырып, бірнеше рет бөліп, осылай азаздан араластырамыз. Осындай қоюлықта болып шығуы керек. Енді осылай духовқа 2-ге бөліп жаймалап, 180 градусқа 20-25 минутқа қоямын. Болған кекісімізді осылай төртбұрыштап, жан-жағын тегістеп дайындап аламыз. Креміне мен 30% қаймақты қолданамын, оған сахар ұнтағын қосып араластырамыз. Мінекей енді осылай барлығын майдалап жағып шығамыз. Кекісімізден қалған ұнтақты мен осылай сыртына әшекейлеп жауып шығамын. Мінекей біздің тортымыз дайын болды, өте дәмді шықты.